Сәлем достар, бүгін мен қойдың құйрық майының адам ағзасына қаншалықты пайдалы екенін айтып өткім келіп отыр. Ең алдымен видеоны қарамас бұрын менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Өздеріңіз білетіндей, қойдың құйрық майының адам ағзасына өте көп ықпалын тигізетінін бәріміз де білеміз. Соның ішінде айта кететін болсам, құйрық майдың басты қасиеті жұқпалы туберкулез ауруын емдеуінде. Ашытылған қымыздың ішіне құйрық майды құйып, сәл ғана араластырасыздар. Кейін май қымызға сіңеді де сап-сары қою болады. Оны туберкулез, тыныс алу жолдары ауруын емдеу үшін пайдаланылады. Қойдың майының жібіткіш қасиеттілігі өте жоғары болғандықтан өкпедегі қақырықты жібітіп сыртқа шығаруына әсерін тигізеді. Құйрық май баланың жұмсақ балғын терісін жұмсартып, қан айналымын реттейді. Жаңа туылған баланың қол аяғын құйрық маймен сылағанда буындары жазылады, денесі сымбатты болып өседі. Бұл майдың біз білетін және білмейтін емдік қасиеті өте көп екен. Атап айтсақ, құйрық маймен бөбектің денесін сылағанда бұл олардың денін сау, қатты болып өсуіне ықпал етеді. Сондай-ақ тұмау, одан да басқа суық тию әсерінің алдын алады екен. Сонымен қатар құйрық майды жас босанған аналарға да ішуіне кеңес береді. Емшек сүті құнарланып, сонымен қатар баланың іш қатуы, яғни колик деп айтамыз, коликтің алдын алуына өте көп ықпалын тигізеді. Іші жұмсарып, бала үлкен дәретке жеңіл отыратын болады. Жаңа туған балалардың ішін желдеуден сақтайды, желін шығарады. Суық тиген балалардың табанын майласаңыз, суықты толығымен алып шығарады. Сіз сүт қосылған қойдың майын іше алмасаңыз, сізге осындай ысталған құйрық майды жеуге кеңес беремін. Азаннан тұрып нанмен жеп алсаңыз өте тойымды болады. Сонымен қатар бүкіл жұқпалы ауруларды алдын алады. Сіздерге видео пайдалы болды деп ойлаймын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетуді ұмытпаңыз. Келесі видео менің жас босанған келіншектердің қалжалануы туралы болмақ. Менің келесі видеомды өткізіп алмау үшін тіркеліп алуды ұмытпаңыз.